Сәлеметсіз бе? Зеренің әңгімесі каналына қош келдіңіз. Әңгімені міндетті түрде соңына дейін тыңдап, пікір жаза кетіңіз. Қайдағы ақша, тағы да неге үйде жоқсың? Деп айғай салды Тамара. Егер күйеуі дәл қасында тұрса, телефонның ар жағында емес, бәлкім сабаптастар майы. Тамар базардағы етікші секілді айқайламашы деді, Бағдат салқын ғана, сосын байланыс үзіліп кетті. Тамара бір сәтте мелшиіп тұрып қалды. Бұл не дегені? Ол маған қалай батылы барып сөйледі. Тамара ешқашан мұндайға жол бермейтін. Үйдің билігі өзінде. Солай деп жариялаған да өзі. Бала күннен анасы құлағына үздіксіз құйып өсірген. Еркекке еркіндік берсең бітті. Қолыңнан шығып кетеді. Ақша шашады, әйелге әуестенеді. Сондықтан еркектің бос уақыты да, бос ақшасы да, құпиясы да болмауы керек. Тамара кейде әкесінің анасынан қашып кеткеніне осы қатал тәртіп себеп шығар деп ойлайтын. Бірақ оны ой елегінен өткізуге ешқашан уақыт жетпеді. Анасы бір айтқанын мың айтып ақыры өмірден озды. Тамара жалғыз қалды. Сол кезде тағдыр жолына Бағдат жолықты да, әлемі төңкеріліп түскендей болды. Өйткені Бағдат басқа сөз айтатын. Артық уайымдама. Сен әйелсің. Еріңнің міндеті сені бақытты ету. Бағдат көп жұмыс істеп, жиі үйде болмайтын. Бастапқыда ол қалыпты көрінсе, кейін Тамараның жүрегіне қызғаныш жайлап кіріп алды. Күйеуі сымбатты, ақылды, өзіне сенімді, басқа әйелдер үшін таптырмас олжа. Ал өзі оның жұмысына араласпаймын деп жүріп, бір күні бәрінен бейхабар қалуы мүмкін еді. Сонда анасының даусы қайта жанданып, құлақ түбінен сыбырлайтын. Еркекке еркіндік берсең, сол бойда басқа әйел табады. Біреу емес, екеуін де. Сонда үйдің ақшасы соларға қат, ал сен бір киіммен жүресің де, бәр жақсы деп өз-өзіңді алдайсың. Тамара содан бері ақылды болуды үйренді, күйеуін аңду, тексеру, себепсіз ұрыс. Уақыт өте Бағдат дауласпайтын болды. Тіпті сөйлеспей кетті. Екеуінің арасы бірте-бірте салқындап мұзға айналды. Ал Тамара оның бұрынғыдай құшақтағанын, жұмыстан келе сала себепсіз гүл әкелгенін аңсайтын. Бірақ өзіне өзі тыйым салды. Гүл ала алмайды. Себебі барлық ақшаны мен алып қоямын. Ол соғанда қанағат, ерінің бір тиынын да тығып қоюына мүмкіндік бермейтін. Жарайды, Бағдат. Қайда жүргеніңді бәрібір табам. Сонда саған нағыз тозақты көрсетем. Деп Тома пальтосын жамылып үйден атып шықты. Не істеу керегенін ол жақсы білетін. Күні бойы емес, жылдар бойы ол Мәриямды, Бағдаттың досының әйелін, әдейі өзіне жақындатып, сеніміне кірген. Тамараның ойынша, Мәриям аңқау, баладай сенгіш. Бәріне күйеуін үлгі етіп, 2 бала тауып берген, соған масат тұратын. Мәриямның менің олжасым сондай алтын адам деген әңгімесін Тамара іштей мысқылдай тыңдайтын. Бірақ сырттай таңданып бас шұлғитын. Күндердің бір күнде бұл аңқаулығы өзіне пайда келетінін білген. Ой, Тамара. Күтпеп едім. Кел, кір. Бүгін біртүрлі көңілсіз көрінесің. Ой, Мәриям, саған ғана айталамын деді Тамара күрсініп. Қазір Бағдат мүлде басқа болып кетті. Жасырынатынды шығарды. Меніңше, ол біреумен жүр. Көңілдес тапқан сияқты. Мәриямның демі ішіне кіріп кетті. Тамар, не айтып тұрсың? Ондай болуы мүмкін емес. Ол сені жақсы көреді ғой. Жақсы көреді ме, білмеймін. Бірақ үйде жоқ. Қайда жүргені белгісіз. Мұндай тек біреудің жанында болса ғана болады. Жоқ. Ол бақшаға кеткен. Жаңа ғана Олжаспен сөйлескенін естідім. Бірақ Бағдат Олжастан қарызға ақша алып еді ғой. Шынымен бе? Деді Тамара. Мәриям аң-таң болып үлкен көздерін тұла бойымен аша қарап тұрды. Ал Тамараның ішінде бәрі бұрқсар қайнай бастады. Өйткені дәл солай боларын іштей сезген. Ол қазір саяжайда көңілдесімен жүр. Әйтпесе оған неге ақша керек болсын? Болды, бітті. Енді оған оңай болмайды. Қазір Тамара сонда барады, үстінен түседі. Ал кейін не болады?
Тамара әзірге оны елестете алмады. Көз алдына тек бір сурет келді. Ол ашумен есікті теуіп ашып, жатын бөлмеге кіріп келеді, ал төсекте күйеуі бір сұрықсыз, арзан боянып алған әйелмен. Бағдат тізерлей қалып жалбарынады, әрі қарай бос кеңістік. Өйткені күйеуінің алдында өзін күштірек сезінгенімен, оның шын мәнінде тізерлеп қалатынын көзге елестету қиын еді. Мәрияммен асығыс қоштасып подругасының асықпа алдымен себебін түсін. Мүмкін ол кінәлі емес шығар деген ақылын тыңдағаннан кейін, Тамара көлігінің есігін жауып, көзін жұмды. Әрине, кінәлі емес. Оның опасыздық жасағанына өзі кінәлі ғой. Ештеңе етпес. Қазір барлығын көзімен көреді. Тамара жолға шықты да газды еденге басты. Миында бірінен бірі өткен осы жағдайға мүлде сай келмейтін ойлар қаптап жүр. Егер бізде бала болса ғой. Тамара басын сілкіді. Бұрын ол балаларға ерте деп ойлайтын. Кейін сенімсіз еркектен бала босану дұрыс емес екеніне бекіді. Ал қазір өзі ондай қадамға енді батылы жетпейтінін түсінді. Оның жасы 36-да. Бұл жаста кім босанады дейсің? Бала болмауы ішін тырнап жүрген жалғыз өкініш еді. Бірақ ол бұл ойларды да тез басып тастайтын. Ойынан бір дыбыс бөліп жіберді. Панельге көз тастап сілейіп қалды. Жанармай бітейін деп тұр. Орманның дәл ортасында тоқтап қалуы әбден мүмкін. 10 минуттан соң жанармай бекеті көрінді. Тамара бір жеңілдеп қалды. Кофе ішіп аздап ой жинап алмақ болды. Ашу басыла бастап еді. Қанша көңілі алай-дүлей болғанымен, есі кіріп, бәрін сабырға салып ойлай бастады. Мүмкін бәрі олай емес шығар. Мүмкін мен де бір жерден қателестім. Оныкі не кінә? Ал Бағдат. Егер ол ақиқатында мені сүймей қалса. Егер барлық жағдайларға жай ғана. Жарайды, кетемін. Десеше. Тамара шошып кетті. Өйткені ол кенет түсінді, оның кетуіне дайын емес, тіпті бәрін өзгертуге тырысқысы келетіні рас, бірақ бір түрлі ақымақ намыс, ақымақ тектілік тоқтатып тұрғандай. Алайда ойланатын не бар? Егер ол расымен көңілдесімен жүрсе, бәрі біткен. Ол көлікті толықтай құйып кофе алып бір шетке барып отырды. Бірнеше рет кері бұрылып, бәрін білмеген күйі кете салу туралы ой келді. Бірақ жоқ. Өзі үшін бәрін анықтауы тиіс. Осы сәтте қозғалыс көзін шалды. Ол басын бұрды. Көліктердің арасында бір кішкентай қыз жүр, шамасы 12-ден аспаған. Фараларды, айналарды сүртіп жүр. Біреулер ақша береді, біреулер қуып жібереді. Қыз Тамараға бұрылып қарағанда, Тамара бір сәт демігіп қалды. Фараңызды сүртіп берейін бе? Жолда лай көп, қазір қараңғыланады, деді қыз. Я, сүртіп бер, деді Тамара, даусы дірілдеп. Не болғанын өзі түсінбей қалды. Оған бір сәтке есінен танып қалғандай көрінді. Қыз тура өзі. Дәл бала кезіндегі Тамараның көшірмесін әкеліп қойғандай. Ол өмірінде бала тумаған, ешқандай оғаш оқиғаларға араласпаған, сондықтан бұл қыздың онымен еш байланысы жоқ болуы тиіс еді. Тамара көліктен түсіп қыздың қасына келді. Тұрып қалды. Айтар сөз таппады. Бірақ үндемесе қыз кетіп қалады. Сен мұнда күнде фара жуасың ба? Күнде бәріміз бірдеңемен айналысамыз. Біз балалар ғой, деді қыз жылы жымиып. Көшеде тұратын балалар туралы естімедіңіз бе? Тамараның беті ду етті. Тамараның ішін бір түрлі сезім қыса бастады. Әлгі кішкентай қыз емес, керісінше өзі бала болып, ал алдындағы қыз өмір көрген ересек әйел секілді елестеп кетті. Сендер мұнда көпсіңдер ме? Осылай жұмыс істейтіндер. Жетет, деді қыз байыппен. Дайын? Ол Тамараға үміттене қарады. Тамара дабырсыз әмияннан ақша суырып берді. Қыздың көзі шарасынан шықты. Мұны неге бердіңіз? Бұл тым көп қой. Айтшы, ертең осы жерде боласың ба? Мен қайтып өтем. Фарым тағы да кір болар. Қыздың жүзі таң қалып, лезде ғайып болды. Тамара өзін жерден алып жерге салды. Осындай сөзді айтуға болама. Енді мен оны полицияға ұстатқалы жүрмін деп ойлайды. Ол біраз тұрды да иесін жиып көлігіне қайта отырды. Көп күш салып барып қана қайда бара жатқанын есіне түсірді.
Бақшаның қақпасы ашық тұр екен. Іште Бағдаттың көлігі. Тамара тік басып ішке кірді, ал үй бос. Мүлде бос. Бөгде ештеңе жоқ, тек Бағдаттың заттары. Әрине, жүр қазір өз ғашығын сейілдетіп. Ол тістеніп сыртқа шығып отырды. 1 сағаттай өтті. Тамара босаңсып көзі ілініп кеткен екен. Кенет қақпа сықыр етті. Бағдат кіріп келе жатты, бір қолында қармақ, екінші қолында балық. Өзі жалаң аяқ, ескі спортивкасы тізесіне дейін түрілген. Тамара, сен мұнда қайдан жүрсің? Тамара оған ұзақ қарап қалды. Қайдағы қашқын әйел? Мына түрімен. Ол мені жақсы көреді. Мен де оны жақсы көремін. Ал мен не істеп жүрмін? Қайдағы ойлар? Көзіне жас тығылды. Бір тамшы. Сосын тағы. Тамара. Деп жүгіріп келді Бағдат, не болды? Мен ойладым, сен басқа біреу, анау заправкадағы қыз маған ұқсайды тура. Сөзі аралас-құралас шығып өксікке көміліп қалды. Бағдат оны қолынан ұстап, жүр үйге кір. Саған шай берем. Бәрін рет-ретімен айтасың деді. Кешке қарай ол Тамараның бүкіл әңгімесін түсініп шықты. Яғни сен мені осында ұстап алмаққа келе жаттың? Тамара үнсіз басын изеді. Түсінікті. Ал көшеде жүретін, саған қатты ұқсайтын ана қыз сені есеңгіретіп жіберген. Тамара тағы да басын изеді. Ендеше сұрақ, әрі қарай не істейміз? Ғашық деген жоқ. Тамара ернін тістеп, Бағдат кешір. Мынаны күтпеп едім, бірақ жағымды, деді ол күліп. Сен одан әке-шешесі бар ма деп сұрадың ба? Жоқ, шошытып алдым. Жарайды, ертең бірге барып табамыз. Міндетті түрде. Таба аламыз ба? Әрине, деді Бағдат нық дауыспен. Сен мені әлі де білмейсің бе? Арада біраз уақыт өтті. 3 жылдан кейін. Сәния, біреу жуынбай келген сияқты ғой. Сәния күліп Тамараға жабысты. Мама, мен ұйықтап жатып бұлғанып қалыппын. Шын айтам. Бағдат мәз боп қызын көтеріп алды. Енді мама екеумізге де таңға ас бермей қойса ше. Тамара сүйсіне қарады. Осындай таңға жету үшін қанша жолдан өткені естерінде. Сәния алғаш келгенде жабайы аңдай бұрышта бүрісіп отыратын. Күнде жылайтын. Бірге талай құжат жинап, талай комиссиядан өтті. Тамара нық талдау тапсырып, олардың туыс еместігі анықталды. Дәрігер жылы жымиып, әр адамның жер бетінде кем дегенде бір егізі бар. Сіздікі жай ғана тым жақын жүр екен деген. 2 жыл бойы олар Сәнияның жүрегіне жол іздеді. Қане, деді Тамара, қатаң кейіп көрсетіп, енді папаңды жазалау керек сияқты. Ол Бағдатқа қарай адымдай бергенде Сәния қолын жайып. Жоқ, папаны жазалауға болмайды. Екеуі бір-біріне қарап жымиды. Жүр, мектепке кешігіп қаламыз, деді Бағдат. Сәния 1 сыныпқа барғанына енді болса да 1 жыл кешіксе де оқу оған қатты ұнайтын. Бірақ ең бастысы, енді оның жанында отбасы бар еді.